Құрметті көрермендер, бүгін сіздерге үй гүлдеріне қалай пайдалы су жасауды көрсетемін. Бұл өте қажетті гүлдерге, доллар гүліне де, әйел бақты гүліне де, бәріне де жарай береді. Оған біз 4-5 лавр жапырағын аламыз. Оны осылайша майдалап тураймыз. Бір жарым стакан суымызды қайнатып жатырмыз. Қайнағалы тұр. Суымыз қайнап жатыр. Енді ақырын отқа қоямыз. Оттың астын басып қоямыз. Жайлап қайнап жатыр. Енді оған майдалап қойған лавр жапырағын салып 15 минут қайнатамыз. Енді міне 1 литр суымызды дайындап қойдық, салқын су. Қазір 15 минут қайнаған соң оны осыған құямыз. Міне лавр жапырағы салынған суымызды қайнатып өшіріп қойдық. Салқындап қалды. Енді оны сүзгіштен сүзіп аламыз. Қайнатқан суымызды жарты стакан етіп құйып аламыз. Салқындап қалды. Енді оны 1 литр дайындап қойған суымыздың үстіне құямыз. Дайын болды. Енді 1 стакан суды араластырып алдық. Енді осы стакандағы суымызды әр гүлдің түбіне құйып шығамыз. Гүлдемей тұрған гүлдеріміз гүлдейді, жайнап, әдемі болып гүл ашады. Егер де осы біздің видеомыз сіздерге ұнаған болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, комментарий жазып, подписация етіп, видеомызға тілектеріңізді айтуды ұмытпаңыздар.